Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүкіл әлемді сүйіспеншілікпен жаратқан, адамзат баласын да өзінің ұлы туындысы етіп, тәңірлік мағрифатпен безендіріп, мәңгілік сапардың жолаушысы еткен Аллах тағалаға мақтаулар, шүкіршіліктер болсын. Махаббат отының шырасы, хидаят күні мен мағрифат жұлдызымыз болған Хазіреті пайғамбарымыз Мұхаммедке Алланың салауаты мен сәлемі болсын, және оның әулетіне, асхабына салауат пен сәлем болсын. Барлық болмыс атаулы және таңғажайып ғаламның жаратушысы Алла тағала ислам діні арқылы барлық діндерді толықтырып, кемеліне келтірді. Бүкіл адамзаттың бақыты үшін Құран кәрімді түсірді. Құран аса дана һәм шексіз рахым иесі Хақ тағала тарапынан түсірілген, адамзатты шынайы бақытқа жетелейтін, қиямет күніне дейін өзгермейтін мәңгілік мұғжиза. Құран жаратқанның тура жолы, әрі хаққа бастар нұр. Ол соңғы пайғамбарлықтың құжаты, ханиф тура діннің тілі, әрі ислам шариғатының ата заңы. Аллах тағала расында сендерге Аллах тарапынан нұр және ашық кітап келді. Сол арқылы Аллах тағала өзінің разылығына ілескендерді амандық жолдарына салады және өзі нұсқауымен оларды қараңғылықтан нұрға шығарады әрі тура жолға салады. Алла тағала Құранда, Құран оқылғанда оған құлақ салыңдар, әрі тыныштық сақтаңдар, рахымдылыққа бөленерсіңдер десе, пайғамбарымыз Алланың оған салауаты мен сәлем болсын, сендердің ең жақсыларың Құранды үйреніп, оны басқаларға үйреткендерің деп өсиет қалдырған. Ибн Масғуд, Алла одан разы болсын, Құран жаттаған адам ел ұйықтап жатқандағы түннің қадірін білсін, адамдардың аузы ашық кездегі күндіздің қадірін оразамен өткізсін, адамдар қуанышпен жүргенде қайғыны да естен шығармасын, көп күлкінің артынан жылаудың да келетінін білсін, тәкаппарлықты кішіпейілділікпен бассын. Құран жаттаған адам қуаныштың артынан қайғының, қаттылықтың артынан жұмсақтықтың, мазасыздықтың артынан тыныштықтың, қатыгездіктің артынан мейірімділіктің барын білсін. Кімде-кім Құранды күндіз хатым етіп оқыса, сол күні періштелер кешке дейін оған салауат айтып тұрады. Ал енді кім Құранды түнде хатым етіп оқыса, таң атқанша періштелер оған Аллахтан жарылқау тілеп шығады. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, сахабаларының бірі Ибн Усайд Құранды ұнамды, жақсы бір мақаммен оқитын еді. Аллахтың елшісі оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, ол кісіні «Мына Усайд Құранды қандай жақсы оқиды» деп мақтады. Усайд өзінің естелігінде бір күні түнде Бақара сүресін оқып отырғанымда атым жанымда байлауда тұрған еді. Құранның дауысын естіп, атым жер тарпып бастады. Оқығанымды тоқтата қойдым, атымда тынышталды. Қайта оқи бастап едім, атым орнынан тарпи бастады. Үшінші мәрте оқи бастағанымда атым тағы да мазасыздана бастады. Ұлым Яхия аттың жанында ұйықтап жатқан болатын. Басып кетпесін деп баламды алып кейін жатқызып қойдым. Басымды көтеріп аспанға қарағанымда ақ бұлттың көлеңкесіне ұқсайтын бір тұманның ішінде шырақ сияқты көптеген нәрселердің жарқырап тұрғанын көрдім. Ақ бұлт жарқыраған күйінде көкке көтеріліп көрінбей кетті. Таңертең пайғамбарымызға, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, айтқанымда «Ей Усайд, оқы, ей Усайд, оқы» деген сөзінен Құранды оқу керек екенін білдім. «Уа Расулаллах, Яхия ұлым аттың аяғының астында жатқан еді. Ат басып кетеме деп қорқып, Құран оқығанымды тоқтатып едім» дегенімде, пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлем болсын: «Ей Усайд, сенің көргенің періштелер болатын. Оқыған Құраныңды естіп келді.
сол қалпы оқи бергеніңде таңға дейін тыңдайтын еді, көпшілік көзінен жасырынбайтын еді деген екен. Қасиетті кітапты оқу ең ұлы ғибадаттардың бірі және Аллахқа жақындататын төте жол. Абу Умама риуаят еткен хадисте пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Құран оқыңдар, ол қиямет күні иесіне шапағат етеді деп басқа пайғамбарларға берілмеген шапағатты Құран иеленетінін білдірген. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Құран аяттарын көп жаттаған адамның жұмақта дәрежесінің аса жоғары болатындығын Абдулла ибн Амр әл-Ас риуаят еткен хадисте айтқан. Құран иесіне былай делінеді: оқы және жоғарыла, төрлет, оқы, дүниеде қалай оқыған болсаң, дәл солай оқы, расында сенің орның ең ақырғы оқылатын аятта. Құранның бір кереметі сол, адам өміріне керектігінің барлығын осы кітаптан табады. Қаншама ақынның өлеңіне арқау болған, ғылымның негізіне жол көрсеткен, жазушылардың мақалаларына тақырып болған Құран кәрім сияқты кітапты ешкім жаза алмайды. Дүние жүзі жазушыларының кітаптары бір бағытта, бір тақырыптың төңірегінде ғана өрбеген. Аллах тағала Құранда оларға былай деп ант етейін, егер адамдар мен жындар мына Құранның ұқсасын жасау үшін жиналып, тіпті бір-бірін қолдап, күштерін жинаса да, оған ұқсас бір кітап жаза алмайды. Бір күні Ибн Аббас Хазіреті Омардың, оған Алланың разы болсын, мына үмметтің пайғамбары бір, кітабы бір, құбыласы бір, мешіті бір бола тұра, бір-бірінен ажырап бөлініп кетті деп айтып отырғанын естіп қалады да, жанына келіп: уа мүминдердің әміршісі, бізге Құран түсті, біз оны оқыдық. Оның қандай себеппен түскенін білеміз. Бізден кейін сондай бір қауымдар келеді. Құранды оқиды, бірақ оның не себепті түскенін білмейді. Сол кезде олар ақылына сүйеніп шешетін болады. Ақылға салғаннан араларында келіспеушіліктер пайда болады. Келіспеушіліктің нәтижесі ұрыс жанжалға алып келеді деген екен. Өйткені ақылды кісі өзінің шектеулі ақылына емес, жаратушы хақтың нұсқауларына сүйенуі қажет. Құрметті мұсылман бауырлар, Алла тағаланың кәламы болған қасиетті Құранды оқып жүрейік, және де осы каналдан Құранды көбірек тыңдайық. Құран оқу сүннет, тыңдау парыз дейді. Әрине, Құранды көбірек тыңдауымыз керек. Каналға тіркеліңіздер. Осы каналдағы уағыздарды, діни насихаттарды, хиссалар мен діни мәліметтерді осы каналдан табасыздар, және де Құран тыңдай аласыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.